еді. Шәмсия әріптеріне тілдің ұшының қатысуымен шығатын әріптер жатады, ал қалған әріптерді Камария тобына жатқызамыз. Араб алфавитінде 14 шәмсия әріп бар. Олар ت ثاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء لام نون. егер әл артиклінен кейін сөз шәмсия әріптерінің бірінен басталса, артиклдің ләм әріпі еш айтылмайды. Одан кейінгі шәмсия әріпі шаддалы болып оқылады. Түсінікті болу үшін мысал келтіріп кетсек, мысалдарды қайталап жаттап отырыңыздар. تين التين ثوب الثوب دولار الدولار ذبابة الذبابة ريال الريال زيتون الزيتون. Өздеріңіз байқағандай, сөздің басына әл артиклі келсе, сөздің соңы тәнуин емес, харекетпен бітеді. Міне, сөздің басында әл жоқ кезде унмен аяқталса, сөздің басында әл келгенде даммамен аяқталып тұр. سلم السلم شمس الشمس صورة الصورة ضابط الضابط طالب الطالب ظرف الظرف لحم اللحم نظارة النظارة